көптеген тарихта Исаны суреттеу әртүрлі. Келесі сұрақты айтайын. Өздеріңіз сіздер көрдіңіздер ме көздеріңізбен Иса Мәсіхті? Жоқ, көрген жоқсыңдар. Осы Исаны көрген адам бар. Ол Исаны көзімен көрген. Және ол аяндар көрді. Бұлайшын жай ғана көрініс емес бұл. Бұның өте терең маңызы бар. Осы өзінің Жохан жазған өзінің несі. Енді қараңдаршы, мына жерде. Мына 9-дан бастап оқиық бірінші тараудың Жоханның жазған. Мен Жохан бауырластарыңмын, Иса Мәсіхте бола азап шегіп, оның патшалық қызметін қайта оралуын төзімі күтуде серіктеспін. Құдайдың сөзін, Иса Мәсіхтің шынайы хабарын уағыздағаным үшін Патмос аралында тұрдым. Иемізге бағышталған жексенбі күні киелі рухқа ерекше келеді. Сол дауыстап көргендері шері кітапта жазып, 7 қаладағы сенушілер қауымдасады. Эфес, Измир, тағын басқа қалаларында, Филадельфия, осы 7 қалада. Кіммен сөйлесіп тұрғанын көру үшін жалт бұрылдым. Бұрылып қарағанда 7 алтын шам қойғыш көрдім. Олардың арасында адам баласына ұқсас біреу тұр екен. Ол етегі аяғына дейін түсетін ұзын шапан киіп, кеудесіне алтын аспақ бау таққан. Оның басындағы шашы аппақ мамықтай, әрі қардай аппақ еді. Оның көздері оттай жалындап, аяқтары пешке балқыған қоладай жалтырап, даусы сарқылтап аққан суындай гүрілдеп шығып жатты. Оның қолында ұстаған 7 жұлдызы бар. Аузынан 200-ді өткір семсер шығып, беті тал түстегідей күндей нұрын төгіп тұрды. Мен оны көргенде өлім алдында құлап түстім. Сонда қорықпа, мен алғашқыда соңғы менмін, әрі мәңгі тірімін деді. Мен өлген едім, ал енді мәңгілік өмір сүремін. Өлімде, дүниенің де кілттері менде. Бұл көрінісі. Мен де Иса Мәсіхті өз көрме көрген жоқпын. Сіздер де мен сияқты осыны. Бірақ осы дәлел ғой осы, біз көрген емеспіз. Мына ол Жоханға бұл ерекше бір аян берілді. Осы бізге өте маңызды. Қазір өшерде 3 иконды көреміз. Бірінші суреттеу мынандай болып тұр. Иса қауымның арасында, ол көктегі аспандағы патша, мына өлімді жеңді деген 3 нәрсе. Мен бірінші рет осынша жылдан бері осы қауымға келіп жүрген бір әпкеден естім мен. Өзге Иса туралы айтты. Ол әшейін жай қарамбаймыз, ерекше қарым қатынасы болды иемізбен бірге. Оның өмірінде көптеген шиеленген жағдайлар болды. Оған түс көреді. Ол үстіне ақ киінген адамды түсіне кіреді.
Ол ешкімге ұқсамайды. Өзінің таныстардың ішінде ешкімге ұқсамас, бірақ ол ерекше адам болды. Осы түсіне кіргенде бәрін тастап мен соңынан ер деген түс көрді. Мына мәтінге қайтадан қараймыз. Бірінші рет не көріп тұрмыз? Бірінші. Осы қандай жағдайда Жохан қандай жағдай еді? Оны деген қай жерге жіберген еді? Ол алыста, аралда болса да, басқа жақта болса да, бауырластарымен қарым-қатынаста өзін солармен бірге сезінді. Сол кезде деген сол кезде өте қудалану күштеді. Осы толық білгіңіз келсе, осы Неронның қандай қудалаған есін келсеңіз, кітапты оқыңыздар. Осы кезде ол Иса сол кездегі жеті қауым болды. Сол жерде жеті қауымды қудалану кезінде. 13-ші тарауда біз көріп отырмыз, 13-ші тарауда. Олардың арасында адам баласына ұқсап, арасында біреу тұрған еді. Осы шырақ, ол ең қиын заман, өте ауыр кезеңде Иса қауымның арасында пайда болды. Қалай болды, қараңыз. Сол қиын кезінде Иса кенеттен пайда болды. Сол жерде олардың көздерімен көргенде, оларға бәрінде қатты қуанды. Біздің өмірімізде қандай қиыншылық болсын, қандай жағдайлар болмасын, не болса да, біздің өмірімізде барлық қиыншылық, мен сенің қасыңдамын дейді. Мен ешқашан жоғалып кетпеймін, қасыңда тұрамын дейді. Осы Жохан оның дауысын анық естіді. Мен соңғымын, ең бастамасы да соңғы мен деген дауысты естеді. Осы дауыстап тұрған, ол қастарында ғана жай тұрған жоқ, ол сіздің қамқорлыққа алып тұр. Біз соның соңынан еру үшін, ол өзі жәрдем береді бізге, жеңімпаз болу үшін. Не деген сөз? Иса қауымның арасында деген сөз. Көз алдын елестетің жерші, осы қауымның арасында Иса бір кенеттен пайда болды деп қарасақ, қалай болады сені? Біздің сезіміміз, біздің әрекетіміз қалай өзгереді? Егер менде Иса қасымда болған көрініп кетсе, мен адамдармен қарым-қатынасымды өзгерткім келеді. Сосын қаншама менде мәселелер болады. Мен сезімді басқаша өзгерткім келеді. Қазір тура сіздерге осы кенеттен пайда болып көрінсе, не айтар едіңіздер? Сенің өміріңге қалай әсер етеді? Ол шын мәнінде біз Исаны қазір көзімізбен көрмесек де, біз ол қасымызда. Ол Иса осы қауымымыздың арасында, ортасында. Енді мен осы Исаны осында арасында болса, менің қауымға деген қарым-қатынасым қандай? Мен қалай сенемін? Мен қауымның арасындамын дейді. Егер де Иса осы қасымызда болса,
менің бауырыма деген қарым-қатынас, адамдарға деген көзқарасым қандай? Мен қалай қауымдағы заттарға, мүліктерге қарым-қатынасым қандай? Мен қалай қарым-қатынас жасаймын қауымның басшыларына деген қарым-қатынас? Адамдар жазып атқан жоқ осы қауымның тағдырын. Иса жазып жатыр қауымның. Аумин. Енді біз Исаның милад күнін, туған күнін құттықтағымыз келеді. Иса біздің қасымызда екенін білгіміз келеді. Ол ескі өсиетте де бар емес па? Құдай бізбен бірге, ол жанымызда деген сөз. Иммануил деген сөз. Құдай бізбен бірге, Иммануил. Вот сіздерге нәресте туылады, оның аты Иммануил. Құдай бізбен бірге деген сөз. Ол Иса Масих, ол Иммануил деген Құдай бізбен бірге деген сөз. Ол көрдіңіздер ма? Кішкентай нәресте болып туылып, бізге қызмет етіп, қайтып өліп, біздің күнәларымыз қайтып тірілді. Бәрібір ол Құдаймен бірге, Иса Масих бізбен бірге. Біз бүгін бейбітшілік деген шырақты жақтық қазір. Сіздермен бірге. Тыныштық, бейбітшілікті жақ. Бізге осы әлемге тыныштық әкелді. Қазір бізге бәріміздің жан дүниемізге қыншық алып келеді. Енді Иса, осы ұмытпайықшы, жанымызда сақтайық. Иса біздің жанымызда, ол қорғаушы, бағушы. Егер жалғыздықты сезінетін адам болсаңыз, или бізді жалғыз қалдырып кеткен кезде, жалғыз сезінсеңіз, бірдеңге жетпей тұрған кезде, өзіңізді толық сезінбей жатсаңыз, ол ешқашан бас тартпайды бізден. Ол солай ойлайтын шығарсыздар сіздер, мені тастап кетті деп. Соны ұмытпаңыздар, жадыңызда сақтаңызшы. Қауымның арасында бізді тастамайды, жанымыздарда. Жоқ, бұл жерде өте тамаша уақыт өткізу үшін ғана емес, біз арамызда Иса Масих, біз бауырластар бәріміз біргеміз осында. Осы қауымның бір бөлшегі болғыңыз келсе, осы 11-ші қаңтарда бізге киелі кітапты бізге әрдайым, әрқашан сенімде жүр деп айтады. Ол ешқандай қиын жағдайға қарамастан. Біз оның артынан жүру үшін бізде себептер бар ғой, негіз бар ғой бізде. Ол біздің баратын жерімізге, көрсеткен жерге алып баратын өзі Иса ғана. Мәңгі патшалыққа жеткізетін Иса Масих. Енді екінші суреттеуді қараңызшы, екіншісі. Ол аспан патшалығының патшасы. Ол мына жаңа Жахан апостол, ол Исаның патшаның даңқын көрсететін патша, аспанның патшалығын көрсететін даңқ. Ізгі хабар. Мына өскі өсиетте деген қаншама жазбалардың ішінде Иса Масихтың пайғамбаршылық сөздері болды. Мына ескі Иса қай жерде тұр, қалай айтамыз?
Міне қараңыз қалай. Мына жарық деп айтамыз ба? Жарық, шырақ. Кім ол? Жарық деген не? Ол Исаның өзі айтты, мен сендер үшін жарықпын. Құдай деген жарық, ода деген ешқандай түнек жоқ. Бұл Құдайдың нұры. Көктен түсетін нұр, ол Иса Мәсіх. Бұл егер сіздер Иса Мәсіх осы қасыңызда сеңдер, ол біздің өмірімізде өте маңызды нәрсе. Біздің өмірімізде қараңғы түнек түкпірімізде жатқан нәрселердің бәрі жойылады. Егер біздің жүрегімізде Иса Мәсіх болып нұрын шашса жан дүниемізде, түкпір-түкпірі қараңғылықтар жойылады. Ол бізде тыңдамайтын қиқарларың, қырсықтықтарың болса, егер біз шынайы, нағыз біз оған қарым-қатынас жасайтын болсақ, бізде түнектер қалмайды. Қараңдаршы, тағын Иса не киінген ол? Қалай киінген Иса Мәсіх? Ол үстінде киген киім не деп ойлайсыңдар? Бұл үстіне киген жабынған шапан. Осындай шапанды кім киді? Ескі өсиетте кім киді? Бұрындағы олар діни қызметкерлер киген. Ол сол жаңағы шырақтардың, 7 шырақтың арасында Иса шапан киім көрінді. Ол жаңағы шапанның ерекше бір белбеуі болды. Ол алтыннан жасалған. Мына діни қызметкерлерде де болды сондай белбеу киді. Бірақ Иса Мәсіхте басқаша киінді ол белбеуді. Ақшашын қараңыздар, ақшаш. Аппақ қардай мамық шаш. Оны қардай аппақ дейді. Кімде ақшаш болды? Ақшаш деген нәрсе не білдіреді? Ол даналық қоя солай ма? Ол қариелерде ақшаш болды сол. Ана Даниилдің жазбасындашы. Ол ерекше қариенің ерекшелігі ақшашы болды. Оны былай деп айтты, ескі өсиеттегі билік. Ол жаңа ақшаш, ол даналық. Жохан деген қарап тұр. Апостол Жохан осы қара суреттеп жатқаны. Ал оның көзі дегені оның көзі жанып тұрды, оттай болып жанып тұрды. Түсінесіздер ме оны? Оның көзі деген сондай от болып жанып, оның көзінен от шығып тұрды. Сол оттан қалай ол көрінбей қалуы мүмкін? Біздің әрбір ойымыз, біздің арманымыз, біздің өзім ойларымыз, дәл жасырын ойларымыз болса да бәрі. Сіз егер былай ойласаңыз, мына бола ма менің осыным, бере алам ба, бере алмайым ба деп ойласаңыз. Енді қараңыз, аяғын айтыңыздаршы. Аяғын. Оның мыстан жасалған, мыс сияқты жалтырап тұр. Ана Иерусалимнің шіркеуінде қалай? Иерусалимнің үйінде, Құдайдың үйінде осындай мыстан жасалған. Анау құрбандық шалынатын орынды мыстан жасалды. Өз аяғымен келіп, ол өзінің
өзінің құрбандық шалуы. Оның дауысы болды, оның дауысы оның аузынан деген өткір қылыш. Осы 200-ді қылыш денеге кірсе не болады? Егер сіздер 200-ді қылышқа қолдарыңыз тигізсе не болады? Ол Исаның аузынан шығып жатқан сөз. Вот қараңыз, судың сарқырап атқан шу өсіледі, соны білесіздер ғой. Судың қатты гүрілдеп ағып жатқан дауысы, сіздер басқа нәрсе еспейсіз. Оның дауысын басқа нәрсе, Исаның дауысын естетін болсаңыз, басқа дауыс естілмейді. Оның сөзі мені өзгертеді ғой. Егер де біз келі кітапты көбірек оқитын болсақ, кітапты шынымен біз нағыз кітапты ашып, мына кітапты оқысақ, біздің өміріміз өзгереді. 7 шырақ. Исаның қолында 7 жұлдыз. 7 шырақ. 7 шырақ, 7 жұлдыз бұл қауымды көрсетеді. Ол даже 7 періште қойылған. Қалай? Қолыңызды ұстай аласыз ба? Ол қолына ұстау деген немене? Ол емдену. Ол билік. Иса Мәсіхте бүтін дүниені ол қолында алып тұр. Міне Исаның қандай ол? Бүкіл әлемді қолында ұстауы. Ол мықты мұғалім, ұстаз ғана емес, ол әлемді билеуші. Осыдан алдын, осы қазір аянды көрмей тұрып, Иса оны алдым өз көзімен көрген беді. Ол Исаның артымен соңынан еріп жүрген шәкірті болды ғой. Ол қандай Исаның түрін көрген ғой. Сізде 3 жылдан бері қасында жүрсеңіз, сізде есіңізде қала ма? Оны сіз 3 жылдай қасында жүрсеңіз, оны ұмытпайсыз. Бұл жерде апостол Жохан оны басқаша түрін кейпін көрді. Қандай, оның әсері қандай болды оны көргенде? Сонда ол соның аяғының қасында құлап қалды. Қараңыздаршы. Иса туылған кезде малшылар келді ғой. Тізе бүгіп, оған бойсынып бағынды. Ол оның бойсынып, оған иіліп сәлем бергені, оның билігін малшылар да мойындады. Енді сол малшылар мойындады, кейін қаншама халықтар оның алдында иеленді. Бұл сондай аян. Қазірден бастап біз өзіміз патшамызға бойсынып бағынамыз. Біз Исаны кім екенін білуіміз керек. Бұл бір тарихи тұлға ғана емес, ол біздің өмірімізде көптеген мәні бар. Ол Иса Мәсіх, ол патша. Мен оған бағынамын. Байқайсыздар ма, біз мадақтаймыз. Мына жерде мадақтаймыз біздер. Оған біз оның билігіне көніп, біз оған қызмет етеміз. Біз мадақтауларға кіреміз. Бұл да қызмет.
менің жанұяммен бірге оған оның Құдайдың ұлылығын, оның даңқын, оның сондай ерекшелігін біз оны біз тек қана патша ғана демес, оның біз жан түйемізде біз ол соған лайықты. Сонда апостол Жохан сонда қорқып қалды ғой, оның соншалықты атақты даңқының. Осы жерде ол кім қасында кім екенін өте ерекше құрмет тұтып, сол жерде оның патша екенін сол кезде құлап түскені. Біздің жанымыздың, осы жан дүниеміздің, денеміздің патшасы Иса Мәсіх. Менің өмірімді өзгертетін. Егер біз бағынбай, босынбай жүрген болсақ, біз кітапты оқып, одан кейін Құдайдың, біз оның, мен тізе бөгіп, оған бағынышты өмір сүріп, оған сонда ол қорқып қалған кезде, сен қорқпа деді. Мен соңғы да, бірінші де соңғымын. Мен осы өлімнің де, өмірдің де, бәрінің, аспан жерінің кілтін алғандай, бәрінің кілті менде. Мен солмын, өлімді жеңген мен солмын. Бірінші естетіні, Жоханның бірінші естікені қорқпа деген. Оның шәкірттері Иса Мәсіхті патша ретінде бағыну, бойсынып бағынуы. Ал білесіздер ғой, Иса мынандай диктатор, ол мынандай сондай күшпен, зорлықпен бағындыратын патша емес, ол мейірлікпен. Осы өзінің өмірін қиып бізге. Осымен тоқтап қалған жоқ біз тоқтан. Оның біздің құдайлық болмысын біз мадақтаймыз. Біздің міне жерде мадақтаулардың арасында біздің егер өміріңізде көбірек мадақтаулар толса, қызмет етіңіз. Ол Құдайды танып білуде. Мен айқайлап, аллилуйя, аллилуйя деп мадақтап, мені айқайлап тұрсам, оны терең қастерлеп бойсынуда менің қарым-қатынасым. Ол Иса өзінің айтқан сөз не ол? Исаның өзі туралы. Мен біріншімін, соңғымын. Өлген едім, тірілдім. Исадан адамның, жер бетіндегі адамның тарихы Исадан басталады, Исамен аяқталады. Бұл өлгеннен тірілген бірінші Иса Мәсіх. Өлімдерді жеңіп. Не үшін Исаны бірінші өліктердің ішінен тірілген деген? Естеріңізде ма, ескі өсиетте өліп қайтып тірілгендер туралы. Ал Иса Мәсіхтің мынау Исаның туған күнін өліп қайтып тұрылуы. Осы аянда айтылып жатыр, қайтадан ол Иса келеді. Сендер мәңгілікке. Енді уақытша емес,
Енді мәңгі қайта тірілуді алып келеді. Ол Иса өлімді жеңген. Міне, мен дозақтың кілтін мен алдым. Сізде қандай кілт алғыңыз келді? Енді қараңыздар, сіздер қандай кілт алғыларыңыз келеді? Сіздер үйлеріңізде тыныш көршілеріңіз болса, тағы кілт сейфтің кілті болсын. Да, сейфті не болу керек? Қымбат заттар. Енді қазір қараңызшы, қаншама кілттер бар. Қаншама кілттер бар. Енді со басқа кілттермен Исаның кілтін салып тұруға бола ма? Сол кілттер бізді осы дозақ отынан құтқара ма? Иса Мәсіх бір жолата ол өлімді жеңді. Ол бір жолата өлімнің бәрін жеңді. Егер сіздің өміріңізде қазір прямо сондай өте қорқынышты жағдай болып тұрса, менде ол айтып тұр. Мен өлімнің кілті менде. Мына дозақтан өлімнің кілті менде. Осы сөздерді жігерлендіріп жұбатады ғой. Анау Иса Мәсіхтің туған күні деген, мына Исаның туған күні өлімді жеңген, ал аян оның кез келген сенушілерді жігерлендіріп өлімді жеңген. Әлі Исаның артынан ермеген адамдар болса, ал Иса Мәсіх келеді. Ол оның артынан соңынан еріп жүрген шәкірттеріне келеді. Ал қазір сіздер кейбіреулеріңіз болмаса, сол әлі де мүмкіншілік бар. Біздің өмірімізде қандай жағдай болса да, біздің сол қиыншылық жағдайдан шешіп береді. Енді екінші Исаның қайтып келуі. Оны күтіп отырғандар, Исаны аңсап күтіп отырғандарға келеді. Бұл кейбір сенушілерге оны күту өте маңызды, өте керемет оның күтуі. Ол кейбір күтпей жатқан адамдарша. Ол сенушілердің арасында бар ғой адамдар. Исаны күтіп отырғандар, күтпей отырғандар да бар. Енді ойланып көріңіздер, қайсысы адамдарға сіз келесіздер? Мен бітіргім келеді осы уағызымды. Осы күмәндана берген қыз оянғаннан кейін қауымға баруды шешім қабылдады. Енді қазір осы сол қыз, келген қыз қазір шомылдырасымен өтті. Біз қандай Исаға сенеміз?
Біз Исаны қалай көз алдымызда елестете аламыз? Ол Иса өлімді жеңген. Ол сондай дозақтың кілті бар. Ол ерекше атақ даңққа бөленген. Ол қазір біздің арамызда. Осы қауымның қасында ішінде. Біз қазір сыйынамыз. Құдайды мадақтаймыз. Оның біз керемет салтанатта түрін мадақтаймыз. Ал біз тұрып, орнымыздан тұрып мадақтайық. Аспандағы әкеміз, аспандағы иеміз Иса Мәсіх. Иса Мәсіх сіздің алдыңызда, сенің қасыңдамыз. Біз саған қазір бойсынып, саған бағынамыз. Біз сені мадақтау үшін. Сенде атақ та мәңгі, барлығы сенде, бүкіл жаратушының бәрін сен. Сол үшін біз сені мадақтаймыз. Біздің өмірімізде біз сенің қасыңда тұрмыз қазір. Біз сен қауымдасың. Рахмет сен. Сен бізге аяңдарыңды беріп, біз күннен күнге сен өзгертіп, сен патша екеніңді көрсетіп жатқан үшін рахмет. Сен осы мәңгіліктің иесісің. Біздің өмірімізге әсер етеді. Біздің шешімімізге де әсер етесің. Біз саған мұқтажбыз. Біздің қабылдағаның үшін рахмет. Сен бәрін істедің. Біз әрдайым есімізге сақтаймыз, мұқтаждығымыз екен. Бізді ешқашан тастамайтыныңызды әрдайым айтамыз. Қиын жағдайларда да сен бізді тастамайсың. Сен өзің сөзің арқылы бізді сақтайсың. Біз сенің даусыңды анық естуге жәрдем бер. Сенің даусың қаттырақ шықсыншы бізге. Біздің жүрегімізбен мінез құлқымыз жүрсіз өзгерсінші. Сен атақ даңққа лайықсың. Мына қауым сенікі. Рахмет саған. Құтқарылу үшін рахмет. Солай дұға етеміз. Біздің керемет атақты Құдайымыз, ұлы Құдайымызға